сәлеметсіздер ме көрермендер? Премия государства деген не? Яғни премия үкіметтің қазақшасы қалай болады? Мемлекеттік сыйақы, иә? Жалпы премия государства, үкімет дейтін андай ғой. Жалпақ тілмен түсіндіргенде, сен ақшаңды жинай бер, мен саған вознаграждать етемін. Сен жинаған, сен молодецсің, базар жоқсың, мен саған көмектесемін. Сен главное 3 жыл бойы жинап тұршы. Кешіріңіздер, жалпақ тілмен. Главное, сен жинап тұршы, мен саған өзім көмектесіп тұрамын, сәл-пәл деп тұрады. Енді 200 РМП болады, жыл сайын өзгеріп тұрады, білесіздер ғой, 1 РМП деген сияқты. Республиканский бюджеттен ақша беріп отырады сізге. Ол ақшаны сіз ала алмайсыз, егер досрочно депозитті, счетты жабамын десеңіз, ол ақшаны ала алмайсыз. Ол ақша тек үйіңізді алуға, үй алуға тек көмек ол. Бірнеше счет болса, ол бір счетқа тек бір счетқа түседі. Максимальный премия 200 РМП. 20% ғой, егер сіздің бір жылда накопить еткеніңіздің 20%-ін береді. Бірақ 200 РМП. Так, мына жерден көруге отбасы банк лайтта. Депозит мына жерден көруге болады. Инфо. Мына жер көрдіңіздер, мына жерде необходимо пополнить 438 400 теңгені алу үшін бір жылда осындай сумма толтыру керек. Госпремия шығып тұрады. 20% ғой. Мынадан аспайды бірақ. 200 РМП деген. Мой банктен білесіздер. Депозит. Мына жерде депозит оценки показателей. Так. Бірнеше счеттарыңыз болса да, ол тек бір счетқа түседі тек қана. Тағы айтайын. Ол 700 банағыдай 38, сіз оны наличка ала алмайсыз. Ол просто үйіңізге көмек банағыдай. Жыл сайын беріп отырады. Алдын ала отбасы банк не береді, үй алып береді, соғанда да бере береді. Бір жақсы предварительный промежуточный деген. Так, мына жерде мен дұрыс түсінбедім десем болады. Ол үшін банағыдай консультация алсаңыз болады. Үкімет егер келесі жылы береді, егер банағыдай сіз 738 мыңнан көп ақша салсаңыз, онда келесі жылы береді. Қараңыз, егер сіз банағыдай ақша салдыңыз, 2 жыл құрсын ойланып қалдыңыз, құрсыншы шаршадым мен жинап, алатын түрім жоқ, не алып болмаймын деген сияқты. Үкімет сізге жыл сайын 738 берді дейл 2 жыл. Оны кері алып алады, 738, ана сумманы ала алмай қаласыздар. Күйіп кетеді, бюджетке қайтып кетеді бана 738 мың теңге. Соны қаперіңізге берейік. Бірақ өз ақшаңызды ала аласыз енді. Видеолар көруге болады. Так. Так, в общем, Google болсын, жазасыздар, отбасы банк. Банағыдай жанында кіріп, банағыдай накопить деген бар. Премия государства деген бар. Консультация аласыздар ғой. Так, басты бетте получить консультацию. Атыңызды, фамилияңызды, номеріңізді, иіңізді, яғни робот деп отправить заявку деп сіз банағыдай консультация аласыз. Сізге звондайды, немесе 3 жерге өзіңіз звондай аласыз. Мына жерге кіріп ұстаған звондауға болады. Номер звонок, видеобанк деген банағыдай сіз таңғы 9-дан кешкі 2-ге дейін видеозвонок. Сол күшті негізінде. Тірілей сөйлесіп банағыдай ручкамен қағаз алып болыңыздар. Суббота, воскресенье выходной. Обращение қалдыруға болады. Обращение жолы. Так, WhatsApp дейді. Так, біліп жүремге жазылып. В общем, түсініңіздер ғой, премия. Үкімет премия береді, күшті де. Біліп жүремге жазылып, осы видео лайк басуды сұраймын. Негізінде қомақты ақша, по идее. Так, кринж. Инфото 738 400-де. 738 400. Көбейту, мысалы, 3 жылда. Күшті екен, жастар, кәдімгі көмек қолынатын. Біліп жүремге жазылып, осы видео лайк басу сұраймын. Сұрақтарыңызды
маған емес, бағанағыдай консультанттарға қоясыздар ғой.